қан мәселесі. Ал енді бұл қан мәселесі әр жағында өлексе тұр. Мына өлексе деген үлкен мәселе. Мына Құран-ы Кәрімнің өзін қарасаңыз, Бақара сүресін қараңыз, 170 аятын, Маида сүресін бәрінде қарасаңыз, бірінші өлексе, бауыздау қауым доңыз еті деп келеді. Бірінші өлексені бауыздау қанды айтады. Сондықтан міне қан сондай сіреді инфекцияны тезірді көбейтеді. Сіз электр тоғымен или балтамен бір періп өлтірген кезде жануардың бойында толығынан қан қалады. Қан қалған кезде организм толған инфекция, аэробный, анаэробный инфекция дейді. Әлгі инфекция организм толып тұр. Олар әлгі қанға жиналады да бұрқыратып, әлгі инфекция өзінің жұмысын жасай бастайды. Өсіп көбейе бастайды. Ал енді крометеу жануар өлгеннен кейін өліктің уытын шығарады. Трупный яд деген болады. Білесіздер ғой да, өлген адамның өзінің денесінде мысалы пятна пайда болады, кім етеді сразу уыт шыға бастайды. Өліктің уыты, трупный яд. Одан басқа жануар қорқады. Қорыққан кезде мына бүйректің үстіндегі бездер надпочечники выделяет гормоны страха, катехоламин, адреналин, норадреналин. Бұның бәрін жинақтап келгенде бұлар канцерогенной способности. Канцер это рак. Мына ісік ауруын, рак ауруын шақырады. Бүгінгі таңда атмодром кімде Семейде, космодром Байқоңырда бірінші орынды онка ауруда, мына рак ауруынан Пока Петропавл мен Қостанай алады. Неге? Жарты союзда обеспечив еткен мясокомбинаттар сөз жүрдірдік. Көрдіңіз мәселе. Тамақта. Баяғыда мен осыны стандарт жасап жүрген кезде главврач болып істедім соңғы істеген жерімде. Сонда тәсті хат келеді. Әлі хатта жазылады. 70-75% причины всех болезней это пища деп. Мен всегда возмущен, харамная пища, халяльная пища, лекарства деп. Но будущей медицины принадлежит профилактический дейді. Ана про Пирогова айтады. Сол профилактика деген предупреждение деген сөз. Сақтандыру деген сөз. Мен енді айтарым, мына халал тамақ сол аурудан сақтану екен. Себебі 70-75% ауру Алла Тағала мысалы бізге осы жаман тамақ жегеніміз үшін, харам тамақ жегеніміз үшін келеді екен. Сондықтан Алла Тағала одан бізді сақтасын.